Сәлеметсіз бе, құрметті домбыра үйренгісі келетін жан. Менің ұлттық өнерді насихаттайтын каналыма қош келдіңіз. Бүгін сіздерге көп адамның сұрауы бойынша әке туралы "Менің әкем ең жақсы адам" атты өте керемет әнді домбырада толықтай тартып үйрететін боламын. Ендеше видеоны соңына дейін көріңіз, және егер менің каналыма әлі де тіркелмеген болсаңыз, міндетті түрде каналға тіркеліп, қоңыраушаны жағып қойыңыз, себебі әр апта сайын түрлі видео сабақтар, видеолар менің каналымда шығып отырады. Сондықтан барлығын бірінші болып көруге асығыңыз. Және де менің подписчиктерімнің саны 4000-ға жуықтап қалды. Тез арада 4000-ға жеткізіп тастайық. Жалпы мен сіздер жазған барлық комментарийді оқып отырамын. Солардың ішінде көп адам өтінген осы "Менің әкем ең жақсы адам" әніне бүгін кезек келді. Барлық сіздер жазған өтініштерді мен қабылдаймын, барлығын үйретуге тырысамын. Сондықтан егер өзіңіз үйренгіңіз келетін ән болса, міндетті түрде комментарийға жаза етіңіз. Және де ендеше менің каналыма алғаш рет қосылып отырған адамдарға айта кетейін. Жалпы менің каналымда домбыраны 0-ден бастап ең жоғарғы деңгейге дейін тартып үйреткен осы видео сабақтар бар. Жалпы бұл видео сабақтарда мен домбыраны толықтай үйреттім, ода көптеген әндерді шырқалып та үйреттім. Менің каналымдағы басқа да видео сабақтардың барлығы түсінікті болу үшін ең алдымен осы видео сабақтарды көріп түсініп алыңыз. Және де дәл қазір айта кетейін, осы видео сабақтарда ең маңызды, көп адам түсіне бермейтін сандық нота, жазбаша нұсқаны түсінуден бастап, ортаны басу, екі саусақтап тарту, кес қағысты қағу сияқты видео сабақтар бар. Сол сабақтарды міндетті түрде көріңіз, егер осы нәрселер сізге түсініксіз болса. Ең алдымен әдеттегідей әнді бір рет домбырада толықтай тартып көрсетемін. Мұқият, жалпы айтылуына, құрылымына мән беріп тыңдап отырыңыз. Алладан кейінгі шеберім, жан әке жан жүрегім. Самғасам күш қуат демеуім, сүрінсем тірегім. Қалдырмас аязға, ызғарға, алыбым асқар тауым. Жан әке қасымда сіз барда, арайлы әр таңым. Әр қашанда басқадан менің әкем ең жақсы адам. Менің әкем ең жақсы адам. Қасиетке еңнің шыңына арнадым алғыс тағзым. Еш мектеп жете алмас құныңа, ең мықты ұстазым. Аңсайды ұлына әр әке, елде жоқ бақ қонғаным. Жетеді мен үшін жан әке, сіздей ақ болғаным. Әр қашанда биік көретін мен басқадан. Менің әкем ең жақсы адам. Менің әкем
жақсы адам. Егер дәл осы керемет әнді сіз де домбырада толықтай шырқап үйренгіңіз келсе, міндетті түрде видеоны соңына дейін көріңіз. Дәл қазір сізге барлығы түсінікті болу үшін ең алдымен мынаны міндетті түрде білуіңіз керек. Жалпы менің түсіндіруім бойынша домбыраның ең жоғарғы жағындағы перне бұл 0. Амна ақ нүкте тұрған осы бірінші перне. Яғни осыдан басталады, ары қарай 2, 3, 4, 5, 6 болып кете береді. Дәл қазір мен сізге 4-ті бас дегенде 4-ті, 7-ні бас дегенде 7-ні деген сияқты қай санды айтсам, соны дұрыс басып отыруға тырысыңыз. Сізге барлығы түсінікті болса, менің әкем ең жақсы адам әнін домбыраға салып үйренуді бастайық. Жалпы бұл ән сіз ойлағаннан да өте оңай, қайталаулар көп болады, үйрену өте оңай, сондықтан ерінбей соңына дейін көріңіз. Жалпы ең алдымен бірінші шумағының бірінші қатарындағы сөздер домбыраға саламыз. Ол сөздер Алладан кейінгі шеберім, жан әке, жан жүрегім. Осыны домбыраға саламыз, мұқият қарап отырыңыз. Ең алдымен ал деген буынды біз ешқандай пернені баспай ашық бір қағыс қағып айтамыз. Ал. Айтпақшы, біздің қағысымыз төмен, жоғары, жоғары. Яғни 3 қағыс, үнемі осы қағысты қағып отырамыз. Біріншісі төмен, одан кейін жоғары, жоғары. Осы 3 қағыс, шатасып кетпеңіз. Жалпы ең алдымен ал деген сөзді бір қағыс ашық. Ал. Ла деген сөзді айтатын кезде бірінші пернені ұстаймыз, бірінші саусақпен. Бір қағыс. Ла. Дан, кей деген буындарды енді екінші пернені ұстап тұрып айтамыз. Екінші саусақпен ұстаймыз, мінекей. Енді осы жерде 2 қағыс қағамыз. Дан, кей. Н деген буынды айтатын кезде қайтадан бірге барамыз. Бірінші саусақпен бір қағыс. Н, Г деген ең соңғы буынды айтатын кезде ашық бір қағыс. Г. Кейін ше деген буынды айтатын кезде қайтадан екінші пернені ұстаймыз. Екінші саусақпен 2 қағыс қағамыз. Ше. Б деген буынды айтатын кезде енді кішкентай саусағымызбен 4-ші пернені осылай ұстаймыз. Бас бармақ 2-ші перненің жоғары жағында тұра береді. Енді осы жерде бір қағыс қағамыз. Б. Р деген буынды айтатын кезде енді 2-ші пернеге барамыз. Қайтадан осы жолы оны 1-ші саусақпен ұстаймыз осылай. Енді осы жерде тұрып 3 қағыс қағамыз. Қағысымыз жаңағыдай үнемі төмен, жоғары, жоғары. Р. Енді келесі жан, әке, жан деген сөздердің барлығымыз 6-ші пернені кішкентай саусақпен ұстап тұрып айтамыз, мінекей. Ал бас бармақ 4-ші перненің жоғары жағында осылай тұрады. Енді осы жерде тұрып біз 4 қағыс қағамыз. Жан, әке, жан. Ж деген буынды айтатын кезде енді қайтадан 4-ке барамыз. Бірінші саусақпен бір қағыс. Ж. Ре деген буынды айтатын кезде 2-ке барамыз. Бірінші саусақпен бір қағыс. Ре. Гм деген енді ең соңғы буын. Бірінші пернені ұстаймыз. Бірінші саусақпен осы төмен, жоғары, жоғары 3 қағысымызды 2 рет ойнаймыз. Сонда жалпы 6 қағыс қағамыз. Гм. Жалпы бірінші қатарды үйреніп қойдыңыз. Бәрін дұрыстап қосқан кезде былай болады, мұқият қарап отырыңыз. Алладан кейінгі шеберім, жан әке, жан жүрегім. Үнемі қағыс, төмен, жоғары, жоғары. Шатасып кетпеңіз. Енді сізге түсінікті болды деген ойдамын. Келесі ретте 2-ші қатардың сөздері самғасам күш қуат демеуім, сүрінсем тірегім. Осы сөздер домбыраға саламыз. Осы қатарды үйренсек болғаны мұқият қарап отырыңыз. Сонымен куплет аяқталады осы қатармен. Ең алдымен са деген буында бірінші пернені бірінші саусақпен ұстап тұрып бір қағыс қағамыз. Сам. Келесі ға деген буынды айтатын кезде 2-ші пернені 2-ші саусақпен ұстап тұрып бір қағыс қағамыз. Ға. Сам, күш деген буындарды енді 4-ші пернені кішкентай саусақпен ұстап тұрып айтамыз.
бас бармақ екінші перненің жоғары жағында тұра береді. Осылай екі қағыс қағамыз. Сам, күш, қу деген буынды айтатын кезде енді екінші пернеге барамыз. Қайтадан бірінші саусақпен ұстаймыз. Бір қағыс қағамыз. Қу, ат деген буынды айтатын кезде бірінші пернені бірінші саусақпен ұстап, бір қағыс қағамыз. Ат, де деген буынды айтатын кезде төртке барамыз. Бірінші саусақпен ұстаймыз. Екі қағыс қағамыз. Де. Келесі меу деген буынды айтатын кезде алтыншы пернені жаңағыдай кішкентай саусақпен ұстаймыз. Бас бармақ төрттің жоғары жағында осылай бір қағыс қағамыз. Меу. Деген буынды айтатын кезде төртінші пернені қайтадан бірінші саусақпен ұстаймыз. Үш қағыс қағамыз. Төмен, жоғары, жоғары. Осылай. Енді келесі сө деген буынды айтатын кезде осы жерде тұрамыз. Орнымыздан жылжымай, төртінші пернені ұстап тұрып, тағы да бір қағыс қағамыз. Сө. Рін деген буынды айтатын кезде енді алтыға барамыз. Бірінші саусақпен барамыз. Мінекей. Бір қағыс. Рін. Сем. Т деген буындарды жетінші пернені екінші саусақпен ұстап тұрамыз. Былай. Және осы жерде үш қағыс қағамыз. Сем. Ре деген буынды айтатын кезде төртінші пернені ұстаймыз. Бір қағыс. Ре. Ал ең соңғы гм деген буынды айтатын кезде алтыншы пернені қайтадан кішкентай саусақпен ұстаймыз осылай. Енді осы жерде төмен, жоғары, жоғары үш қағысымызды екі рет ойнаймыз. Сонда жалпы 6 қағыс ойнаймыз. Г. Осылай. Жалпы екінші қатар өте оңай. Былай шығады, домбырада толық көрсетемін, жай мұқият қарап отырыңыз. Самға сам, күш, қуат, демеуі, сүрін, семтіре. Самға сам, күш, қуат, екінші қатар осылай. Енді болды, сіз куплетті бірінші шумақты домбыраға толықтай салдыңыз. Себебі енді үшінші қатардың сөздері мысалы мынандай: қалдырмас аязға ызғарға алыбым асқар тауым. Бұл сөздерді дәл жаңа ғана үйренген бірінші қатардың әуеніне саламыз. Бірінші қатар Алладан кейінгі шеберім, жан әке, жан жүрегім деген сөздердің орнына осы сөздерді қоя саламыз. Ал төртінші қатар сөздері жан әке, қасымда, сіз барда, арайлы әр таңым. Бұл сөздерді біз дәл жаңа ғана үйренген, қазір ғана үйренген екінші қатардың самғасам, күш қуат демеуім, сүрінсем, тірегім деген сөздердің орнына осы сөздерді қоя саламыз. Сонда жалпы бірінші қатар мен үшінші қатардың әуендері бірдей, ал екінші қатар мен төртінші қатардың әуендері бірдей. Жалпы сізге әннің бірінші шумағы толықтай түсіндікті болу үшін бір рет жай орындап көрсетемін сөзімен бірге. Ал екінші шумақты есіңізде болсын, дәл осы бірінші шумақтың әуеніне сала саласыз. Әуендер қайталана береді, тек сөздерін дұрыстап орнына қойсаңыз болғаны. Мұқият қарап отырыңыз. Алладан кейінгі шеберім, жан әке, жан жүрегім, самғасам күш қуат демеуім, сүрінсем тіредің, қалдырмас аязға ызғарға алыбым асқар тауым, жан әке қасымда, сіз барда, арайлы әр таңым. Үнемі төмен, жоғары, жоғары. Осы үш қағысты қағып отырасыз, шатаспай.
бірінші шумақты толық меңгере алдыңыз деген үміттемін. Мінекей әннің ортасына да келіп жеттік. Дәл қазір сіз қайырмасын үйренсеңіз болғаны, ол да осындай екі қатардан құралған, оңай болады, соңына дейін көріңіз. Және ескерте кетейін, менің каналыма әлі де тіркелмеген болсаңыз, видеоның астындағы подписаться деген сөзді басып, тіркеліп қоюды ұмытпаңыз, және қоңырауды міндетті түрде жағып қойыңыз, себебі әр апта сайын осындай керемет видео сабақтар менің каналымда шығып отырады. Барлығын бірінші болып көруге асығыңыз. Ендеше әннің қайырмасын үйренуді бастайық. Бірінші қатарындағы сөздер: әр қашанда биік көретін мен басқадан. Осы сөздер домбыраға саламыз. Мұқият қарап отырыңыз. Ең алдымен әр деген сөзді біз төртінші пернені бірінші саусақпен ұстап тұрып, бір қағыс қағып айтамыз. Әр. Қа деген буынды айтатын кезде алтыншы пернені кішкентай саусақпен ұстаймыз былай. Бір қағыс. Қа. Шан деген буынды айтатын кезде қайтадан төртті ұстаймыз бірінші саусақпен. Бір қағыс. Шан. Да деген буынды айтатын кезде енді жетіге барамыз. Екінші саусақпен ұстаймыз. Мінекей. Енді осы жерде тұрып, төмен, жоғары үш қағысымызды екі рет ойнаймыз. Жалпы 6 қағыс қағамыз. Да. Осылай. Одан кейін би деген сөзді айтатын кезде төртке барамыз қайтадан. Бірінші саусақпен ұстаймыз. Бір қағыс. Би. Эк деген буынды айтатын кезде енді алтын ұстаймыз бірінші саусақпен. Бір қағыс. Эк. Кө деген буынды айтатын кезде жетін ұстаймыз жаңағыдай. Екінші саусақпен бір қағыс. Кө. Ре деген буынды айтатын кезде алтыншы пернені ұстаймыз бірінші саусақпен. Екі қағыс. Ре. Е деген буынды созамыз. Оны төртке барып айтамыз тағы да. Бір қағыс. Е. Тін деген буынды айтатын кезде енді екінші пернені бірінші саусақпен ұстап, үш қағыс қағып айтамыз. Тін. Ме деген буынды айтатын кезде енді қайтадан төртке барамыз. Бірінші саусақпен бір қағыс. Ме. Ен деген буынды айтатын кезде кішкентай саусақпен ұстаймыз алтыншы пернені. Екі қағыс. Ен. Ба деген буынды айтатын кезде екіге барамыз. Бір қағыс. Ба. Ас деген буынды айтатын кезде төртке барамыз. Бірінші саусақпен бір қағыс. Ас. Қа деген буынды айтатын кезде алтынды тағы да кішкентай саусақпен ұстаймыз. Бір қағыс. Қа. Дан деген ең соңғы буынды айтатын кезде төртінші пернені қайтадан бірінші саусақпен ұстап, төмен, жоғары үш қағысымызды екі рет ойнаймыз. Сонда жалпы 6 қағыс ойнаймыз. Дан. Жалпы бірінші қатар осымен аяқталды. Толық тартып көрсетемін, мұқият қарап отырыңыз. Әр қашанда үнемі төмен, жоғары қағыстарды шатаспай қағып отырыңыз. Келесі ретте қайырманың екінші қатарының сөздері: менің әкем ең жақсы адам. Осы сөздерді домбыраға саламыз. Ең алдымен ме деген буынды төртінші пернені бірінші саусақпен ұстап тұрып, бір қағыс қағып айтамыз. Ме. Нің деген буынды айтатын кезде кішкентай саусақпен алтын ұстаймыз. Бір қағыс. Нің. Ә деген буынды айтатын кезде қайтадан төрт ұстаймыз. Бірінші саусақпен бір қағыс. Ә. Кем деген буынды айтатын кезде енді жетін ұстаймыз. Екінші саусақпен. Төмен, жоғары үш қағысты екі рет ойнаймыз. Сонда жалпы 6 қағыс қағамыз. Дәл жаңағы бірінші қатардың бас жағына ұқсайды. Негізінде қайталанады. Мұқият қарап отырыңыз. Келесі менің деген буынды айтатын кезде алтыншы пернені бірінші саусақпен ұстаймыз. Екі қағыс қағамыз. Менің. Ә деген буынды айтатын кезде төртінші пернені ұстаймыз. Бірінші саусақпен бір қағыс. Ә.
кем деген буынды айтатын кезде екінші пернені бірінші саусақпен ұстап, төмен, жоғары, жоғары 3 қағысымызды 2 рет ойнаймыз. Сонда жалпы 6 қағыс ойнаймыз. Келесі е деген буынды айтатын кезде 4-ші пернені ұстаймыз. Бірінші саусақпен 1 қағыс. Ең деген созылады. 6-шы пернені кішкентай саусақпен ұстап тұрып, тағы да айтамыз, 2 қағыс ойнаймыз. Ең жақ деген буынды айтатын кезде енді 2-ші пернені бірінші саусақпен ұстап, 2 қағыс қағамыз. Жақ. С деген буынды айтатын кезде бірінші пернені бірінші саусақпен ұстап, 1 қағыс қағамыз. С. Ең соңғы адам деген сөзді айтатын кезде ашық ортаны басамыз. Жалпы бір рет айтып көрсете салайын. Адам. Осы ашық ортамыз. Бір рет түсіндіре салайын. Жалпы мен оны негізінде каналдағы осы видео сабақта толықтай түсіндірген болатынмын. Бірақ бұның қағысы басқаша болғандықтан оңай. Сондықтан үйрене салыңыз өзіңіз қарап. Бірінші төмен, 1 қағыс ашық. Кейін кішкентай саусақпен 6-ны, бас бармақпен 4-тің жоғары жағына шекті ұстаймыз. Төмен, жоғары қағыс. Және үшіншісіне келгенде жауып қаламыз 6-ның жоғары жағына осылай. Енді осыны қайталаймыз, тек ашық жоқ, мынаны жібереміз. Төмен, жоғары қағыс. Енді ең соңында тағы да жауып қаламыз. Жалпы бұлай болды. Жалпы осылай 6 қағыс ойнадық. Егер сіз ортаны баса алмай қиналып жатсаңыз, онда жай ғана ашық 6 қағыс ойнай салсаңыз да болады. Мінекей сіз жалпы қайырмасын да домбыраға толықтай салып қойдыңыз. Қайырма осы ғана 2-ақ қатар өзі сол қайталана береді, қайта-қайта. Жалпы сіз әнді толықтай үйренген болсаңыз, енді оның айтылуына, құрылымына да бір рет мән беріп тыңдай кетіңіз. Жалпы жаңа мен видеоның басында әнді толық тартып көрсеткен кезде басында жай ғана бір әуен ойнадым. Ол әуен қайырманың ең соңғы қатары, яғни 2-ші қатары менің әкем ең жақсы адам деген сөздердің әуені. Осыны ғана ойнадым, сөзін айтпай. Ол бізде проигрыш деп аталады, яғни сіз әнді бастамай тұрып, сөзін айтпай тұрып, ең бірінші сондай жай әуен ойнайсыз. Сіз де соны ойнайсыз, яғни қайырманың 2-ші қатарын жай ғана тартып шығамыз. Осыны тартып болғаннан кейін сөзін айтпай, бірінші куплетті толықтай айтасыз, одан кейін қайырма. Жаңа тыңдаған боларсыз, қайырманы толық айтып болғаннан кейін ең соңғы қатарын тағы да бір рет айтамыз. Осылай. Одан кейін 2-ші куплет толық айтасыз, одан кейін тағы да қайырма. Қайырмадан кейін тағы да қайталауды ұмытып кетпеңіз. Менің әкем ең жақсы адам деген 2-ші қатарды. Одан кейін тағы да осы дәл қазір ойнаған проигрышты сөзін айтпай, осы проигрышты ойнайсыз. Одан кейін қайырма тағы да бір рет толық орындайсыз. Одан кейін 2-ші қатарын тағы да бір рет қайталап, жалпы әуенді осылай аяқтайсыз. Және жаңа видеоның басында мен әнді тез қағыста орындаған болатынмын. Ол тез қағыстың түрі өте оңай, негізінде тартқыңыз келсе, былай өзіңіз шығарып алсаңыз да болады. Төмен, төмен, жоғары. Осыны тез орындаймыз. Осыны жаттап алсаңыз, негізінде әуенді өзіңіз-ақ салсаңыз болады. Ал егер де қағысты жай орындағыңыз келсе, онда негізінде бұл баяу айтылатын ән болғандықтан жай орындасаңыз да жарасады. Менің әкем ең жақсы адам атты керемет әнді домбырада толықтай шырқап үйрене алған болсаңыз, комментарийға міндетті түрде жаза кетіңіз. Себебі сіздердің әрбір жазғандарыңызды оқып, мен шабыттанып, әрі қарай да осындай видео сабақтарды көбірек шығара беретін боламын. Егер менің каналыма әлі де тіркелмеген болсаңыз, міндетті түрде
видеоның астындағы подписаться деген сөзді басып тез арада тіркеліп алыңыз, мені жоғалтып алмас үшін. Және де қоңыраушаны міндетті түрде жағып қойыңыз, себебі әр апта сайын жаңа айтқандай көптеген жаңа видеолар каналымда шығып отырады. Ешқайсысынан қапы қалмауға тырысыңыз. Және де менің подписчиктерімнің саны 4000-ға жуықтап қалды. Тез арада 4000-ға жеткізіп тастайық. Ұлттық өнерді жаңғыртуға сіз де үлес қосыңыз. Менің видеоларымды достарыңызбен бөлісіңіз. Жалпы домбыра тарта алатын адамдар көбейсе екен деймін. Соған сіз де өз үлесіңізді қосыңыз. Видеоны соңына дейін көргеніңіз үшін көп-көп рахмет. Сау болыңыз.